сөз болса да, өзімізге икемделе берсе, жан дүниені қозғап, тіл қуаты арта берер еді. Анығында мен қарапайым халық мұғаліммін. Оқыған оқуым да көп емес. Аз. Сол аз білімді қайткенде ел мүддесіне, ел мақсатына жұмсаймын деп ой кешкен адаммын. Осылай айтқан Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің ғылыми негізін қалап, оның табиғи үндесімін сақтауға барынша еңбектенді. Қазақтың әдеби тіліне негіз салушы, қазақты әдеп бастап оқытып, надандықпен күрескен ұстаз. Оқу ісімен жазуға жаңалық кіргізген дана реформаторы. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ жазуы мен әдебиетіне, мәдениетіне сіңірген еңбегі бүтін бір ұрпаққа азық болуда. Жолдастар, мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Мен қазақ халқына әрі қызыға, әрі қызғана қараймын. Сіздерде Байтұрсыновтай ғаламат ғалым бар. Оның басқа ғалымдардан ерекшелігі, ол өте өзекті. Ол ғылымды ғылым үшін жасамайды, шығармаларын әдебиет үшін деп тудырмайды. Оның елге ең қажетті деген еңбегі ғылымға, әдебиетке айналады. Ахмет Байтұрсынұлы салған сара жолын жалғастырып келе жатқан патриот жандар мен тіл жанашырларының арқасында тәуелсіз елімізде тіліміз татулық тірегіне айналды.